Ата заңның аяққа тапталып, қазақ тілінің мазақ болып жүргені бірінші рет емес. Бірақ мемлекеттік тілді қорлаудың қостанайлық үлгісі тіпті қоғамдық резонанс туғызып, қалың елдің талқысына салынып жатыр. Көлігімен жол ережесін бұзған Ақтолқын Жәнібекова хаттаманы қазақша толтырамын деген үшін айыпты болды. Қазақшаны өз ауылында сөйлейсің деген полиция қызметкері тіпті орысша хаттама толтырсаң 10 мың теңге, ал егер қазақша толтырсаң 20 мың теңге айыппұл төлейсің деп қысым көрсеткен. Құрметті ішкі істер министрі, хаттама қазақша толтырылса, 2 есе айыппұл төлесін деген қайдан шыққан жарлық? Әлде қол астыңызда қызметкерлеріңіз Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 25 жыл болғанын білмей ме? Жәнібекованың шағымы бүгін сотта қаралды. Қостанайда ерекше сот отырысына нүкте қойылды. Жол ережесін бұзған жүргізушіге хаттаманың қазақ тіліндегі нұсқасын беруден бас тартқан жол сақшысы бүгін бірінші рет сот алдында жауап берді. Бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеткен Ақтолқын Жәнібекова, полиция қызметкері Дәулет Досмайылов орыс тілінде толтырылған хаттамаға қол қоймасаң, жүргізуші куәлігіңнен айырамын, қылмыскер етіп шығарамын деп қорқытқанын айтады. Ақтолқын ана тілімді аяқ асты еткен жол сақшысы конституциялық құқығымды таптады дейді. Ол кісінің айтқаны, мен сізді жүргізу куәлігінен айырамын деді. Оған айыруға құқығым бар деп. Не орысша толтырасыз деді, немесе жүргізу куәлігінен айырып, сізді қылмыскер қылып шығарамын деді. Сұрақ сол, құзырлы орган қызметкері шағымданушыға талап та қойыпты. Ол кісінің айтқаны, тек қана орысша толтырасың деді, қазақша толтырмайсың деді. Егер қазақша толтырсаң, айыппұл 20 мың, орысша толтырсаң 10 мың деді. Мен келістім, 20 мың болса 20 мың, қаласаңыз 30 мың, одан көп салыңыз, мен қазақша толтырамын дедім. Қызыл түске өтіп, жол ережесін бұзған үшін қылмыскер атанудан емес, жүргізуші куәлігінен айырылып қалудан қорыққан Ақтолқын ақыры хаттаманың орыс тілінде жазылған нұсқасына қол қойып берген. Бұл кісінің жаңағы өзінің қиналып жаздыруымен, жаңағы мен қол қойдым протоколға. Себебі менде басқа жол болған жоқ. Бұл кісі қазақша протокол толтырса, куәлігімнен бүкілінен айырып тастайтын болды. Ал маған жүргізу куәлігі өте керек. Себебі жақында мектеп басталып жатыр, ұлым бар, мектепке апарып келетін. Қазақ тілі менсінбеген сақшының әрекеті ауыр тиген тұрғын ішкі істер департаменті Нұр Отан мен тілдерді дамыту басқармасына барған. Мемлекеттік тілді қорлаған құзырлы орган қызметкерінің ісі жауапсыз қалған соң сотқа шағымданыпты. Ақтолқын Дәулет Досмайыловтан моральдық та материалдық та шығын өтеп беруді сұрамайды. Тек тәртіп сақшысы қателігін түсініп кешірім сұраса дейді. Міне қазақ тілін менсінбей жүрген Қостанай облысы ішкі істер департаментінің қызметкері Дәулет Досмайылов деген азамат. Соттың 2 отырысында да қара көрсетпеген сақшы қазақ тілін білемін дейді. Бірақ жауабының жартысы орыс тілінде болған жол сақшысы бір сөйлемінде бірнеше рет тоқтап, ойын жеткізе алмай қиналды. Қостанай посту полицияда бұл видеофиксацияны көрсеттік. Ол получается согласилась право нарушения данного. Кейінгісін өзіне ыңғайлы тілде жалғастырды. В момент она разговаривала со мной на русском языке, не на госязыке. Протокол на госязыке получается, она у меня не требовала. Ал мемлекеттік тілді қор етті деп тыңдалған сот отырысының судьясы Ақтолқын Жәнібекованың шағымын қанағаттандырмады. Мемлекеттік тілде жазылған сот шешімін әрең оқып берген сот төрағасының шешімі осылай болды. Жәнібекованың әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы қаулысын өзгеріссіз және шағымды қанағаттандырусыз қалдыру. Сот отырысы аяқталды деп жарияланады. Ал Ақтолқынның арманы қазақ елінде ана тілінің мәртебесі тапталмай, өзге тілдің көлеңкесінде қалмай, жоғары дәрежеде болса дейді. Егер де жеңіске жететін болсам, Досмайылов келіп, бүкіл осы халқының көзінше кешірім сұраған, ана тілін таптаған үшін кешірім сұрауын өтінемін. Лимара Салих, Нина Шапо, Информбюро, Қостанай.